Баршаңызға ассалаумағалейкум, бұл Миконти Official YouTube арнасы. Бүгін TikTokта қалай подписчик жинаудың жолдарын айтатын болам. Мен сіздерге тегін ақпарат, ал сіздер тегін лайк пен тегін комментарийді жазып кетіңіздер. Құрметті достар, негізі TikTokта подписчик жинау өте оңай. Соның жолдарын, тегін жолдарын сіздерге қазір айтып өтейін. Хорошо? Ең бірінші, сіз TikTokта 1000 подписчик жинап, прямой эфирге кіру үшін сіздің жасыңыз 16-да болу керек. Бірақ көбінесе сіздің жасыңыз 16 жасқа толмаған болса, сіз қорықпаңыз. Сіз по-любому 1000 подписчик жинап, прямой эфирге кіріп аласыз. Қазір прямой эфирге қалай кіріп алуды айтам, содан кейін подписчик жинауды айтам. Сіз прямой эфирге кірген кезде жасыңыз 16-ға толмаған болса, сіз картинка қойып, TikTokта өзі андай эффект бар, картинка деген. Соны қойып, 1000 подписчигіңізді жинап, 16-ға толмасаңыз да батыл ойнап отыра бересіз. Ал мен қалай кірем? Сіз 16-ға толмағансыз, бірақ новый аккаунт ашқан кезде жылыңызды 2000 жылғы, 2002, 2004, 16 жастан асқан қылып TikTok аккаунт ашасыз. Түсіндіңіз ба? Болды. Солай сіз прямой эфир кіріп кетесіз. Енді бірінші подписчик жинаудың жолдарын айтайық. Мысалы, егер 16 жастан асып кеткен болсаңыз, контент қуатын болсаңыз, видео түсірем дейтін болсаңыз, блогер, тиктокер болғым келеді десеңіз, сіз бірінші бастапқы видеоларыңызды былай түсіріңіз. Мысалы, құрметті достар, менің қолымда көк алма, мына қолымда қызыл алма. Сіз қайсын жегіңіз келеді? Қызылды ма, көкті ма? Адам комментарий жазған сайын, TikToктың алгоритмі мынаның видеосы қызық деп ойлайды да, сіздің видеоңызды ары қарай рекқа шығарады. Түсініңіз ғой? Кеттік, 1000 подписчик қалай жинаймыз? Сіз 16-ға толмағансыз, 1000 подписчик қалай жинайсыз? Новый аккаунт аштыңыз, 2000 жылғы дедіңіз, ашып болғаннан кейін танымал блогерлер. Солардың видеоларын салып отырасыз, историясынан скачать етіп алып. Немесе 100 000, 200 000 подписчик жинап кеткіңіз келсе, бір YouTube'тан қызық кино, немесе мультфильмді алыңыз да, 1 минут қылып қырқып алыңыз да, бірінші часть, екінші часть деп жазып отырыңыз. Сіздің подписчигіңіз 2-3 күнде, бір аптада 1000, 2000, 20 000, 30 000 болып кетеді. Түсініздер ғой. Үшінші жолы бар, ол накрутка. Мысалы, біреулер тек прямой эфирге кіргісі келеді, және олар накрутка жасай алады. Накрутка қалай? Олар бот подписчиктер болады, сіздің аккаунтыңызға жиналады 1 сағат пен жарты сағаттың көлемі ішінде. Олар отписка жасамайды, сіз прямой эфирге смело отыра бересіздер. Уже 16 жасынан асып кеткендерге айтып жатырмын да. Бірақ ол ақылы болады, оны арнайы бір сайттан $ға сатып аласың. Егер сол 1000 подписчикті сатып алғыңыз келсе, сіз маған жазсаңыз болады Instagramға, Instagram менде Миконти Official. Егер де сіз сол 1000 подписчикті заказ бергіңіз келсе, маған Instagramға жазып заказ бере аласыз. Құны 4000 теңге, жарты сағат, 1 сағатта 1000 подписчик жинап береміз. Instagram менде Миконти Official. Және де құрметті достар, осы ақпаратым сіздерге қызық болды ма, қызық болмады ма, комментарийға жазыңыздар. Баршаңызға рахмет. Ассалаумағалейкум, YouTube'ыма тіркеліп қойыңыздар. Өз мұң жағын қолыңдағы үмітіндей үзіліпті, мені сүйген